Енді аралас санлар хақында түсініп беріп өтем. Аралас сан дегеніміз қандай санлар? Бұл бөлшектің бір түрі. Енді бөлшектен, апай бөлшектен farqlı жері, бұда екі бөлек болады. Бүтін бөлек һәм бөлшек бөлек деген бөлеклерді біріктіріп жазған кезінде аралас сан пайда болады. Ұлыма көрінісі мына көріністе болады. Бұл жерде бүтін бөлек бұл A бүтін бөлек деп айтылса, бұл бөлінген S деген бұл бөлшек бөлегі деп айтылады. Ямаса бірме-бір атларын айтып шығатын болсақ, бұл жерде A дегеніміз тиінді деп айтылады. B бұл жерде қалдық, S дегеніміз бұл жерде бөлуші деп айтылады. Аралас санның және бір өзгешелігі бүтін бөлікпенен бөлшек бөліктің арасына қалеген уақытта плюс қойып алуға болады. Я болмаса наоборот, плюс болып тұрған болса, өшіріп тастап аралас сан қылып жазып кетуге болады. Осы екі теңдік орынды деп айтсақ болады. Аралас сан қаяқтан пайда болады? Аралас сан надұрыс бөлшектен пайда болады. Надұрыс бөлшек дегеніміз не затады? Надұрыс бөлшек бұл бөлшектің алымы бөліміне қарағанда үлкен болған бөлшектерге надұрыс бөлшек деп айтылатын еді. Енді мысалы біздерге надұрыс бөлшек берілді деп ойлаймыз. 19 бөлінген 3, болмаса 3-тен 19 деп оқитын еді. Осы бөлшегімізді аралас санға айналдыруымыз керек. Бұны аралас санға айналдыру үшін 19-ды 3-ке бөлуіміз керек. Мына көріністе бөлінеді. Енді бұл бөлу ұсылын қамменіз білетін шығарсыңыз, мектепте өтілді бұзады. 19-ды 3-ке бөлдік. 19-ның ішінде 3 6-дан бар деп айтылады. 6-ға 3-ті бөлсең 18, 6 жасақ 1 деген қалдық қалады. Енді бұл қалдық екенін білеміз. Жаңа айттық, қалдық дегеніміз бұл B. Сол B-ның орнына қазір 1-ді апарып жазуымыз керек. Бұл жерде тұрған 6 деген санымыз болса тиімді болады. 3 деген бөлуші деп айтылады. 3. Енді біздер аралас санды түзе жақпыз. Тиімді 6-ға тең болса, бірінші 6 деп бастаймыз. Һәм бөлшек бөлікті жазамыз. 3 бөлшектің бөлімінде тұрады. 1 қалдық болған үшін бөлшектің алымында жазылады. Мына көріністегі аралас сан пайда болады. Оқылуы қандай? Оқыған кезімізде мына бүтін бөліктен бастап оқимыз. 6 бүтін 3-тен 1. 6 бүтін 3-тен 1. Бұл екеуі бірдей мәністегі бөлшектер, тек қана бұл аралас сан көрінісінде жазылған. Бұл надұрыс бөлшек көрінісінде жазылған деп айтылады. Және бір мысал, 27 бөлінген 7. 27-ні 7-ге бөліп аламыз. 3-тен болады. Көбейтсем 21, 6 деген қалдық қалады. Біздердің тиінді 3-ке тең. Онда тең 3 деп бастаймыз. Бөлшек бөлекті 7-ден 6 деп қалдықты жоғарысына жазып, аралас сан көрінісіне келтіреміз. Сосын бір затқа әтібәрі бересіз. Надұрыс бөлшеклерді аралас сан көрінісіне жазған кезімізде бөлшек бөлегі һәмме уақыт дұрыс бөлшек болу керек. Һәмме уақыт дұрыс бөлшек. Ол деген не деген? Бұл жерде тұрған 7-ден 6 деген жерімізде бөлшектің үстінде тұрған санымыз төмендегі тұрған саннан үлкен болып кетпеу керек деген сөз ол. Мысалы, мен аралас сан көрінісіне келтіріп 3,7-ден 8 деп жазуға болмайды. 8 үлкейіп кетті, демек бұл аралас сан көрінісінде жазылды деп айтылмайды. Мына жерде де тап сондай міне. 6,3-тен 5 деген санды жазатұғын болсам, ол аралас сан көрінісінде жазылды деп айтылмайды. Аралас санның бөлшек бөлегі һәмме уақыт дұрыс бөлшек болуы шарт. Кейінгі көретін затымыз. Бұл жерде надұрыс бөлшекті араласқа айналдырдық. Енді араласты надұрысқа айналдыруға да болады. Араласты надұрысқа айналдыру үшін қандай да бір аралас сан берілсе, оны мына көрінісіне айналдырамыз. Бұл не мәністі білдіреді? Бөлшектің бөлімін бүтін бөлікке көбейтеміз. Көбейтіліп тұрды, A көбейтілген S һәм қалдықты қосамыз. Қалдық қосылып жатыр. Көбейтіп
һәм жоғарыдағы қалдықты қосып жіберсек, сонда надұрыс бөлшегіміз келіп шығады. Бұл кішігірім ізбе-ізділік деп айтсақ болады, сол ізбе-ізділік бойынша істейміз. Мысалы, 2,7-ден 5. Біздер жазуымыз керек, 7 бөлшектің астында тұра береді қазір, алдындағы санға көбейтемін, бүтін бөлікке көбейтемін. 2 көбейтілген 7 қалдықты қосамыз. Һәм осыны есепласам, 7-ден 19 деген жауап келіп шығады. Және бір мысал, 11,9-дан 2. 11,9-дан 2. Бірінші 9-ды 11-ге көбейтемін, қалдықты кейін қосуым керек. 99 болады, оған 2-ні қосам, 101 бөлінген 9 деген жауап болады. Бұл міне надұрыс бөлшек көрінісі. Екеуінің мәнісі бірдей, тек қана бұл аралас сан көрініс, бұл надұрыс бөлшек көрініс деп айтылады. Енді есап көреміз. Аралас сандардан берілген есапты қосуымыз керек, яғни алуымыз керек, болмайтқанда есаплап беруіміз керек. Бірінші, бұл жерде берілген есапларымызды, сандарымызды, аралас сандарымызды надұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Оның үшін тап жаңағы айтқандай ізбе-ізділікпен істеуіміз керек. 20-ны 3-ке көбейтіп, 7-ні қосуым керек. Бірінші істеуіміз үшін есап жазып алайық. 20-ны 3-ке көбейтіп, 7-ні қосам, 67 бөлінген 20 болады. Кейінгі бөлшек 10-ды 2-ке көбейтіп, 3-ті қосуым керек. Сонымен бір бөлшектер пайда болды. Бұл надұрыс бөлшектер. Енді ұлыма бөлім беріп, кеше өткен темамыз бойынша ұлыма бөлім беріп істеп береміз. 20 менен 10-ға ұлыма бөлімі 20-дан деп айтылады, һәм мынаған 2-ден берілді. Мынаған 1-ден. Көбейтіп шығатын болса 60 жасап, 20-дан 21, яғни 21 бөлінген 20 деген мәнісі келіп шығады. Енді бұны қалесек, аралас сан көрінісіне келтіріп жазып қоямыз, сонда 1,20-дан 1 болады. Енді аралас сан көрінісіне келтіру үшін өздеріңіз черновикке 21 20-ға бөліп, тиінді неше шықты, қалдық неше шықты, соларды жазып шықсаңыз, мына көріністе жауап шығу керек. Және бір жолын көрсетемін, аралас сандарды қосып алудың кезінде мына жолға қарағанда аңсатылу жолы бар. Оны қалай есептаймыз? Есептің берілісін жазамыз. Бірінші істейтін затымыз бүтін бөлек. Бүтін бөлеклерді отдельно істейміз, бөлшек бөлектерді отдельно істеуге болады. Қалайынша? Орта минус. Соның үшін бүтін бөлекті алып тастаймын. Бірінші 3-тен 2-ні алып атпын. Орта алу болған үшін. Плюс қоямын ортаға сосын. Бұл һәм уақыт плюс болады. Һәм бөлшек бөлекті алып тастаймын. 20-дан 7-ден 10-дан 3-ті алып тастаймын. Бұл мынаған қарағанда аңсатылу жол деп айтылады. 3-тен 2-ні алып тастасам 1 болады. Мына қаусырманың ішіне есеплайтын болсам 20-дан 1 деген зат келіп шығады. Енді біздер жаңа формула жаздық. Мына көрінісіне берілген аралас санды қалесек ортаға плюс қойып алып жазсақ болады деді. Я болмаса плюс қойып тұрған болса, қалесек өшіріп тастап аралас сан қылып жазуға болады деген сөз. Онда мен мына жерде 1 плюс 20-дан 1 дегенімізде ортада плюсті өшіріп тастасам, аралас сан көрінісіне келеді. Сонда жаңа алдын шығарған жолымыздағы жауап келіп шығады. Бұл жол бір жерлерде пайда істейді, бір жерлерде пайда істемейді. Оны енді есаптың түріне қарап, есаптың жағдайына қарап тұрып, екі жолдың біреуін таңдап тұрып істейсіңіз. Кейінгі мысал, көбейтулер араласқан минус бар. Бірінші онда біздер не қыламыз? Аралас сандарды надұрыс бөлшектерге айналдырып шығамыз. Есаптың берілісі жазылды, һәм айналдырамыз. 3-ке 3-ті көбейтіп 2-ні қосамын. 3-тен 11 болады. 9, 11. Кейінгі бөлшекті 2-ке 1-ді көбейтіп 1-ді қосамын. 2-ден 3. Одан кейінгісі 3-ке 1-ді көбейтіп 2-ні қосамын. Надұрысқа айналдырып шығып бізге. Одан кейінгісі тап сондарға айналдырамын. Бұл жерде қысқаратын сандар бар. Бұл жерде көбейтудің кезінде білеміз 3-пен 3-ті, мына 3-пен 3-ті қысқартып жіберуге болады. Қысқартып болғаннан кейін ауысқан сандарды жазамын. 11 бөлінген 2, 5 бөлінген 2. Бөлшектің астылары бірдей сан, демек үстілерін алып тастасам болады екен. Онда 6 бөлінген 2, бөліп жіберсем 3 деген жауап келіп шығады. Кейінгі мысал, үшінші мысалымыз. Бұл жерде мына көріністерге есеп берілген. Енді қаусырма қойып-қойыпты, біздер енді қаусырманы алып тастасам болады. Не үшін? Себебі қаусырманың алдында минус жоқ, бұл қаусырма қоюға тура келетіндей, я болмаса қандай да бір сан жоқ, қаусырма қоймасақ болмайды деп айтатындай. Бұл қаусырма просто тұрған қаусырма алып тастасақ та ештеңе өзгеріссіз қалады. Қаусырманы алып тастаймын. Енді жаңағы екінші ұсылымыз біздер бүтін бөлеклерді отдельно есеплап, бөлшек бөлектерді отдельно есептайтын жолдан пайдаланамын. Бірінші бүтін бөлеклерді есептаймын.
мына көріністе жазылады. Мына жерде қандай белгі болса, соны қойып жазылады. 15 алынған 10 плюс 3. 15 алынған 10 плюс 3 деп жаздым. Ортаға плюс қойып алам, һәм бөлшек бөліктерінен тап сондай ізбездікті жазып шығам. Бірінші қаусырманың ішін есептайтын болсам, бұл жерде 8 деген сан шығады. Кейінгі қаусырманы есептайтын болсам, сәл болса да аңсатылау болсын деп, бөлшектің астылары бірдей бөлшектерді қосып аламыз. Онда 37-тен 12 мен 37-тен 25-ті қоссам 1 деген сан шығады. Себебі үсті беті 37 болады. 37-ні 37-ге бөлсем 1 деген сан шығады. Мына көріністе болады. Қаусырманың ішін және есептаймыз. Егер де бөлшектің алдында қандай да бір сан келсе, бүтін сан келсе, бұны ұлыма бөлім берген кезінде мұна санның өзінен болады, һәм соны көбейтіп жіберіс керек болады. Жерде 2 деген сан тұрса да, мұна астындағы бөлшектің бөлімінде тұрған санын көбейтіп жіберсек бола береді. Себебі бұған ұлыма бөлім беру шарт емес болады да, тек қана көбейтеміз. Енді алып тастаймын. Енді жаңағы алдыңғы айтылған формула, бұл ортадағы плюсті өшіріп тастасам, 8,41-ден 10 деген жауап келіп шығады.